Жолдастар, бәріңе сәлем. Мен қайттан Қытайға келдім. Бірақ жалғыз емес. Кіммен десеңіздер? Тұр, нормально тұр ма? Камера қарайын ба? Иә, мен тұңғыш рет Қытайдамын. Қызық болатын сияқты. Қытайдың көне тарихымен таныстығымыз жалғасып жатыр. Өткен шығарылымда Хубэй провинциясын аралаған едік. Ал бүгін Қытай өркениеті бастау алған өңірлердің бірі Шэньси провинциясына жол түсті. Бұл жердің жүрегі Сиянь қаласы. Бір кездері Ұлы Жібек жолының басы болған ежелгі қала. Бұл қалаға небәрі 48 сағатында арнаймын. Осынша аз уақыт ішінде Сияньнің ең маңызды тарихи орындарын аралап, оның мәдениетімен, тағамдарымен және бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысамыз. Сиянь қаласы Қытай өркениетінің бесігі саналады. Мұнда қаланың мыңдаған жылдық тарихын сақтап тұрған көне сәулет ескерткіштері, сарайлар, ғибадатханалар мен әйгілі қала қорғаны орналасқан. Қытайдың мәдениеті мен тарихын тереңірек танып, көргіңіз келсе, бұл қала міндетті түрде баруыңыз керек бағыттың бірі. Ал Алматыдан Сияньға жету тіпті оңай. Флайерстан әуе компаниясының тікелей рейстері бар. Айтпақшы, Флайерстан Қытайдың бірнеше қаласына ұшады. Осы шығарылымнан кейін Қытайға саяхаттағыңыз келсе, сипаттамадағы сілтемеге өтіп, компания қай қалаларға рейс жасайтынын қарап шығыңыз. Сиянь қаласына кейін қайта ораламыз. Негізі бұл қалаға келгендегі ең басты мақсаттарының бірі әлемге әйгілі терракотта әскерін өз көзімен көру. Ол Сиянь қаласынан шамамен 40 шақырым жерде орналасқан. Бірақ оған бармас бұрын алдымен тарихына қысқаша тоқталайық. Терракотта әскері Қытайды алғаш рет біртұтас мемлекетке біріктірген Цин Ши Хуанди императорға тиесілі. Ол елге бірыңғай жазу жүйесі мен ортақ валюта енгізіп, өлшем бірліктерін жүйелеп, Қытай тарихындағы ең маңызды реформалардың бірін жүзеге асырды. Алайда ұлы билеуші ажалдан қатты қорыққан екен. Сондықтан ол тірісінде-ақ өзінің алып кесенесін салуды бұйырады. Ежелгі Қытайда билеуші қайтыс болса, онымен бірге қызметшілері мен жауынгерлерін қоса жерлейтін дәстүр болған. Олар арғы дүниеде де императорға қызмет етіп, оны қорғайды деп сенген. Бірақ Цин Ши Хуанди мыңдаған сарбазын құрбан еткісі келмеді. Не олар қарсы болып көтеріліс туады деп қауіптенді. Сондықтан 8000-дай жауынгердің орнына олардың балшықтан жасалған мүсінін қоюды бұйырады. Кейін бұл мүсіндер терракотта әскері деп аталып, тарихта қалды. Терракотта сөзі күйдірілген саздың ерекше түрін білдіреді. Бұл жер туралы мен кішкентай кезімде көп естігем. Деректі фильмдерде көргем. Ал енді қазір келіп өз көзімен көрмекшімін. Бұл жер терракот әскері табылған жер. Барып, ішін көрейік. Негізі Қытайда туристік орындарға келсеңіз, дайын болу керек, адам өте көп болады. Бұл жерде шетелдік туристер аз болғанымен, сол жергілікті тұрғындар өте көп. Мысалға, артында келген адамдардың бәрі осы терракот әскерін көруге келді. Мысалға, міне, көре алмай тұрмын. Терракот әскері астында түк көрінбейді. Сондықтан негізі туристік орындарға келген кезде кішкене ертерек келу керек. Бұл кішкене кешірек келдім. Алдында тұрған сарбаздар бұл шынайы адамдар емес. Бұл 2200 жылдан астам осы жерді күзетіп тұрған терракот әскері. Ең қызығы, бұл сарбаздар бір-біріне мүлде ұқсамайды. Археологтердің айтуынша әр мүсін шын адамның бейнесіне қарап жасалған. Сондықтан әр жауынгердің бет-әлпеті, шаш үлгісі, сақалы, тіпті әскери шені мен киімдегі ұсақ бөлшектеріне дейін өзгеше. Бұл кешенде шамамен 8000 жауынгер, жүздеген соғыс аты, арбалар және сол дәуірдің шынайы қару-жарақтары тұр. Бұл алып әскер 2000 жылдан астам уақыт бойы жер астында жасырын жатты. Негізі бұл жер аяқ асты ашылады. Қалай ашылды десеңізде, 1974 жылы бұл жерде жақын маңдағы жергілікті шаруалар жерді қазған кезде жердің астынан сарбаздар шыға қалады. Сөйтіп, археологтар келіп бұл жердің бәрін қазбай ма, сөйтсе, бұл үлкен бір бүкіл дүние жүзіне үлкен бір ғажап жаңалық болады. Археологиялық жаңалық. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда өмір сүрген императордың әскерін таптық деген жаңалық. Енді аяқ аста болды, енді бір үлкен бір мұра. Мен андай эмоция білдіретін адам емеспін негізіші, бірақ мен екі нәрсеге таң қалдым. Бірінші, адам қолында билік болған кезде қандай фантазияларға бара алатынына көзім жетті.
және бұл жерде адамның өмірден, өлімнен қорқуы ғой. Көбінесе мынаның барлығын жасаған себебі император өлімнен қорыққан. Және өлген кезде мені мына әскерім, мынау қару-жарақтар құтқарады деген бір түсінік болған. Миға сыймайтын нәрсе негізі. Кейбіреу бақытты түрлері, кейбіреуінің түрлері мынандай қылып тастаған, типа кто-то злой, ұқсамайды еще. Әркім уникальный баяғы. Шаштары, басындағы қалпақтары барлығы. Прикинь, сонда человек бұның бәрін енді пешке неден жасаған, глинадан істеген, пеште қатырған, бастарын бөлек істеген, құраған. Император кезінде қанша скульпторлар, суретшілер, то есть бәрін жинап, реально жұмыс жасатқызған ғой. Типа оның әлі күнге шейін реставрация жүріп жатыр. Біреуін реставрировать ету үшін жарты жылдан бір жылға дейін уақыт керек. Оны баяғы істейді, қояды қайттан. Мынаның барлығы до сих пор, то есть жұмыс жүріп жатыр әлі. И реставрациядан бөлек раскопканың жұмысы жүріп жатыр. 6000 әлі астында типа. Тревожник қой император. Лоуки, если мен император болсам, застрадал бы вот такой фигне, точно. Қазір бұл жерде миллиондаған туристі қарсы алатын алып музей кешені орналасқан. Оның негізгі экспозициясы бірнеше үлкен қазба павильонында сақталған. Көпшілік терракотта әскерін әлемнің 8-ші кереметі деп те атайды. Сондықтан Сианьға келген әр турист осында соқпай кетпейді. Мына жер қалай ұнады ма? Қандай әсер қалдырды саған? Жалпы терракотовый армия туралы біз дүниежүзі тарихынан оқитын едік бұрын, 7-8 класста. Ана кітаптың бірінші мұқабасында тұратын еді ғой. Сол кезде мен жалпы ойламаппын осында келем деп. Ұнады ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, таң қалдырған нәрсе тарихты қалай әдемі сатып жатыр. Сол нәрсесі таң қалдырды. Қазақтар қайда жүрсе ақша санап жүреді демек. Ал санайық. Ақшасын санайық. Кіру бағасы 120 юань. 120 юань. Ол 7-8 9 теңгеден. Теңге. Жылына қанша адам келеді бұл жерге? Жылына 8 миллион адам келеді дейді. 6-8 миллион адам келеді дейді. Күніне 60 мың 80 мың адам келеді. Сонда оны біз 8-9 мың көбейтсек, где-то 70-80 миллиард теңге болады ғой. Ол 150-160 миллион доллар. 100 миллион дейікші жылына осы жерге. Бұл жерде мынау ол билеттің ғана құны ғой. Бұл жерде мысалы бағана біз сатып алдық. Сувенирлер бар, тамақ бар, мынаның айналасында гостиница, транспорт, жалпы бір индустрия ғой туристический. Бір туристік дестинация қаншама туристік индустрия жасап жатыр айналасында. Жалғастырайық саяхатымызды. Достар, біз Хуашань тауына келдік. Артына тұрған тау. Енді бұл тау Сиань қаласынан 120 шақырым жерде орналасқан, 2 сағат жолда алады. Бұл жер енді Қытайдағы ең қасиетті 5 таудың ішіне кіреді. Енді қазір барып үстіне көтерілейік. Үстіне шықсақ, көрінісі әдемі болады дейді. Соны барып көрейік. Хуашаньның ең басты ерекшелігі оның тік жартастары. Кейбір шыңына қарап, аспанға найза шаншылып тұрғандай әсер алуға болады. Сондықтан бұл тау әлемдегі ең әсерлі әрі ең қауіпті таулардың бірі саналады. Ендеше, осы аңызға айналған таудың шыңына шығып, жоғарыдағы көрінісін бірге тамашалайық. Қазір мұнда заманауи аспалы жол жұмыс істейді. Ал бұрын адамдар шыңға соқпақ жолдар мен тасты ойып жасаған баспалдақпен шыққан. Жол бойы осындай жолмен жоғары шығуға қанша уақыт кеткен екен деген ой маза бермеді. Бір күннің өзі аздық ететін сияқты. Қазір үстіне көтеріп бара жатырмын, бірақ та көтерілген сайын бұлт түсіп түк көрінбейді. Енді ең үстінде бұлт болмай жақсы көрініс ашылады деген ойдамын енді. Ал барып шығайық жоғары жаққа. Тауды қалың тұман басып тұр. Бүгін сіздерге Хуашаньның ең әдемі көрінісін көрсетемін деп жоспарлаған едім. Әзірге жолым болмай тұрған сияқты. Телеп тұрып үстіне шықтым, бірақ та түк көрінбейді. Бұлт сұп-сұр. Бірақ адамдар бұл жерге келіп, енді артта фотоға түсіп жүр. Одан бөлек тілектерін тілеп, мына жерге қарасаңыздар, қызыл матамен осындай тілектерін жазып, құлпытастарды қалдырып жатыр. Қарасаңыздар, түк көрінбейді. Сұп-сұр. Бірақ бір нәрсені байқап қалдым. Осы жерде адамдардың бәрі кезекке тұрып, бір тастың жанында суретке түсіп жатыр екен.
Әлде бұл тастың қандай да бір ерекше тарихы бар ма? Не үшін бұл жерде көптеген адамдар келіп фотоға түсіп жатыр деген сұрақ туындады. Сосын бұл сұрақтың жауабын мен қазір мына жерде жүрген кісілерден сұрастырып таптым. Қытай әдебиетін білетіндер үшін бұл жер өте танымал екен. Аңыз бойынша бұл жерде кезінде Қытайдың мен деген жауынгерлері, мықты жауынгерлер осы жерге келіп қылыштармен шайқасқан екен бір-бірімен. Сондықтан бұл жерде таста жазылған иероглифтер Хуаншань тауындағы қылыш шайқасы дегенді білдіреді екен. Сөйтіп бұл жерге келіп мықтылар, Қытайдың мықтылары келіп күштерін көрсеткен. Сондықтан бәрі келіп осы жерде фотоға түсіп жүр. Біз де күштіміз деген сияқты. Мен де келіп алыстан видеоға түсе салайын. Айтпақшы, жаңа ғана адамдар бұрын осы тауға тік баспалдақпен шыққанын айтып едім ғой. Міне, сол баспалдақтардың өзі. Байқап қарасаңыздар, бұл баспалдақты осы таудың өз тасын қашып жасаған. Осындай биікке шығарар жолды қалай салғанын елестетудің өзі қиын. Негізі осындай тұман бұлт болмаған кезде артымыздан керемет көрініс ашылар еді. Жолдастар, сияңға келсеңіздер, міндетті түрде осы Хуашаньға келу керек тауына, өйткені бұл жерден әдемі көріністер шығады. Фотоларда өте әдемі көрінеді, бірақ та бүгін бір жерім ауыр болғандықтан ба, білмеймін, ауа райы енді дұрыс болмай шықты. Бәрі сұп-сұр, сүттей бұлт, тұман ба, бұлт па. Сосын мына жақта әдемі көріністерді көре алмай қалдым. Тұман сейілер емес. Содан көңілім түсіп, ең болмаса түскі ас ішіп алайын деп шештім. Тауға шығып тәбетім ашылды, қарным ашты. Өзімен бірге мен тамақ алып алдым. Бұны дайындау өте қызық. Бұның ішінде күріш бар, күріш пен ет. Ет сиырдың етін жасалған. Суық су құямызды, бұл суық суды өзі қайнатады екен. Негізі осындай. Мынаның ішінде ет, мынауымыз күріш, тамағымызға салатын специялар. Мынаған қазір су құйып, бұл бізге қайнатып береді. Ең бірінші мынаған су құямыз. Күрішімізді саламыз. Өзім дұрыс жасап жатырмын деген үміттемін енді, ойдамын. Әйтеуір күрішімді осылай салдым. Етімізді салайық. Негізі осы қытайлардың бар ғой, ойлап таппайтындары жоқ. Ылғи таңғалып жүре беремін да. Бұндайды мен енді бірінші рет жасап тұрмын, сондықтан білмейді екем. Осылай бағанағы етімізді салдым. Тағамымызға бағанағы су құйдық, сол суды қыздыртайық. Қалай қыздыртамыз? Мына жерге суымызға мынаны саламыз. Салдық. Үстінен аламыз да жауып қоямыз. Сөйтіп кәдімгідей қайнап жатыр. Тамағымыз дайын болып қалған сияқты, өйткені кәдімгідей бу шығып, кәдімгідей ысып кетті. Көрейік не шыққаны. Күрішке су құйғанды ұмытып кетіппін. Бірақ еті дайын болыпты. Күрішіме су құюды ұмытып кетіппін, сөйтіп күрішім қатты болып қалған екен. Күріші қатты екен. Мен сияқты жасамаңыздар. Бірінші жасар алдында артында тұрған заттарды аударып жасаңыздар. Өйткені бірінші рет жасадым, сондықтан кешірерсіздер, жасай алмадым. Бірақ еті жақсы болып дайын болып қалды. Кішкене ашшылау екен тамақтары. Бүгін бәріне қарсық тигендей. Не тау шыңын көре алмадым, не алған тамағым ойдағыдай шықпады. Дегенмен әр нәрсенің бір қайыры бар дейді ғой. Тамағым дайын болғанша, қалың тұман біртіндеп сейіле бастады. Негізі бағана бір жерім ауыр ғой деп айттым ғой. Сөйтсем, ауыр емес. Жолым ашық екен. Неге десеңіздер, тұман мен бұлттар кетіп, керемет әдемі көрініс ашылып жатыр. Соған ризамын. Бағана тамақ жасап біткенше тамақ болмай қалды, бірақ та әдемі көрініс ашылып жатыр.
Көңілім орнына түсті. Енді қайтадан тау басына оралайық. Міне, дәл осы көрініс үшін осынша жол жүріп келдік қой. Қайтадан тасымызға келдім. Енді тамақ жасап отырғаным дұрыс болды. Енді әдемі, өте әдемі көрініс шықты. Сондықтан достар, бір жаққа келіп, ерте ренжудің қажеті жоқ. Сәл ғана күту керек екен. Мұндай сәттен естелік қалдырмаса болмайды. Енді фотоға түсіріп жүрген адамдардың біріне барып, мені де суретке түсіріп беруін өтінейін. Естелікке осындай фото жасадым. Аңыздағы тас, Хуан Шань тауы. 2026 жыл. Шэньси провинциясымен танысуды кішкене тоқтата тұрып, өткен шығарылымға кірмей қалған Уханьдағы көше тағамдарының дәмін көрейік. Хурё. Не бар екен бұл жерде? Бір қарағанда иісі, тамақтары дәмді сияқты. Мына жерде тауық тұр екен. How much? How much? Ням. How much? Бұл жерде бір қиыны. Адамдар ағылшын тілін түсінбейді, сондықтан қолмен түсіндіріп жүрміз ғой. Осылай деген сияқты. One, yeah? Осындай тауық екен. Окей. Осындай ащы жасап береміз дейді. Көреміз дейді. Бұл жерде 8 юаньды, мысалға біз 8 дегенді былай көрсетеді екен. Бұл 8 деген сөз ғой осы. 8 юаньымыз 550-560 теңгедей. Енді сол қазір 500 теңгенің тауығының дәмін көреміз. Енді менің ойымша бұл тауық шығар. Әжеміз тауық дайындап берді. Қолында тауық, 500 теңгенің тауығы. Көрейік. Өте дәмді екен. Қызыл бұрыш, қара бұрыш бәрін қосқаннан кейін дәмі енді кішкене ашылуы қапты. Бірақ дәмі күшті екен. Орында ауыстыршы дейді. Маған кедергі болып жатсын дейді. Қандай баға бересін десеңіздер? 10-нан 10. Апамыз орын ауыстырды. Басқа адам келді. Баған әжеміздің қасында лапша жасайтын жер бар екен, сол лапшаның дәмін жасап көрейік. This one? Yeah. Қазір алатын раменымыздың бағасы 18 юань. Бұл ағамызда су жоқ екен, қазір су алуға кеттім, өйткені қатты ащы болғаннан кейін енді шөлейсің ғой, сол ана жақта нига дейді, нига дейді. Нига деген сөз жаман сөз ғой десем. Нига дейді. Нига деген сөз ар жақта, анау жақта деген сөзді білдіреді екен. Сол ана нига деген жерге бара жатырмын. Сол жақтан қазір барып, кішкене су алып, сумен бағанағы лапшамызды жейміз. Дәмді болуға тиіс. Енді көреміз енді. Нига деген сөзге риза болдым. Кениядағы шығарылымдағы кейіпкерлер естісе, қатты ренжитін еді. Не аламыз? Осындай екен. Магазиндерінде осындай заттар екен. Кола бар екен, пепси бар екен, су бар. Сол ащы лапшама, кола әдемі, пепси күшті кететін сияқты. Бағасы 3 юань. Осындай лапша жасап берді. Сорпасыз береді екен, жайған лапшасын. Немен екенін түсінген жоқпын, бірақ сол ащы емес дегеннен кейін осыны таңдадым. Қандай баға бересін десеңіздер? Кәдімгі лапша. Үйде тура осы жасалады екенмін. Енді 10-нан 5 берем. Бағасы 10-нан 5. Далада ыстық болғаннан кейін, бағана ащы тамақ жегеннен кейін, кәдімгідей терлеп жатырмын. Тамақтары да ащы. Лапша ащы емес деді, бірақ та ащылау кішкене. Мұрным қатты ағып жатыр. Ащы екен. Хурё.
Құру, пик. Жалмайды екен, мына жақта сатыр. Шошқаның еті деп жатыр. 20 юань дейді, шошқаның еті. Рахатай. Сіз байқаған шығарсыздар. Мен бар ғой осы Кореядан келе салып, бір апта өтпей Қытайға кетіп қалдым ғой. Мына жерде тамақ жеп, көше тағамдарын жеп бар ғой. Біраз 4-5 килограмм қосқан шығармын. Бетінен байқалып тұрған шығар. Қазір келгеннен кейін кәдімгідей арықтау керек болып тұр. Алматыма жетіп алайын. Сосын басқа шығарылымдарда деп жүрем. Қарбыз шырыны ең керемет нәрсе ғой бұл өмірде. Сұр бұлт торлаған аспан. Таңнан бері тоқтаусыз жаңбыр жауып тұр. Сиань қаласы заманауи мегаполис, бірақ та кезінде 1000 жыл бұрын бұл әлемдегі ең ірі қалалардың бірі болған, және қытайлықтардың көбісі бұл жерді енді Қытайдың өркениетінің бесігі деп те атайды екен. Тағы бір деректі қызықты факт: Ұлы жібек жолы дәл осы Сиань қаласынан басталған, және осы қала орталық Азия мен Европа мен таяу шығысты осы байланыстырған осы қала. Бүгінгі Сиань маған киноның ішінде жүргенде әсер қалдыруда. Қол шатыр ұстаған адамдар, туман басқан көне ғимараттар. Осындай ауа райының өзі бұл қаланың сан ғасырдан бергі тарихына айрықша өң беріп тұрғандай. Ал енді Сианьның ең әйгілі тарихи орындарының бірі көне қала қорғанына келдік. Бұл Қытайдағы сыны кетпеген көне қала қорғандарының бірі. Оның құрылысы 14 ғасырда Мин әулеті кезінде басталған. Бүгін Сиань қаласында жаңбыр, бірақ та бұл бізге кедергі емес. Қазір біз Сиань қаласының Сити Уоллына келдік. Енді осы жерден біз Сиань қаласының тарихымен танысайық. Қазір біз Сиань қаласындағы әйгілі қорғанның үстінде тұрмыз. Бұл Қытайдағы әлі күнге дейін сыны кетпеген ежелгі қала қорғандарының бірі. Оның салынғанына шамамен 600 жыл болған. Қорған Мин әулетінің тұсында 14 ғасырдың аяғында тұрғызылған. Ал дәл қазір біз тұрған қақпа оңтүстік қақпасы. Алғашында қалаға кіретін небәрі 4 қақпа болған: шығыс, батыс, солтүстік және оңтүстік. Бүгінде қала үлкейіп, көлік көбейгендіктен қорғанға қосымша өткелдер салынып, қақпалардың саны 18-ге жеткен. Алдымызда тұрған мына мұнара Ух мұнара. Қабырғасындағы тар саңылаулардан сарбаздар жауға садақ атқан. Ал одан әрірек тұрған биік мұнара қолбасшы бекінісі. Шайқас кезінде әскерді дәл сол жерден басқарған. Бұл қорғанды неліктен салды? Басты мақсаты қаланы жаудан қорғау. 6 ғасыр бұрын Сиань тұрғындары дәл осы қорғанның ішінде тұрды. Кімнен? Сырттан келетін жаулардан және Қытайдың ішіндегі кейбір аумақтардан қорғау үшін. Қорғанның көлемі де таңғалдырады. Үстіңгі бөлігінің ені 12-15 метр. Ал астыңғы жағы 15-18 метрге дейін жетеді. Яғни оның үстінде бірнеше салтатты қатарласып жүре алған. Қорғанның іші үсті-үстінен нығыздалған саздан салынып, сырты күйдірілген кірпішпен қапталған. Қарап тұрсаңыздар, қорған бойында бірінен соң бірі орналасқан шағын мұнаралар бар. Бұл бақылау мұнаралары. Күзетшілер сол жерден төңіректі бақылап, жау келе жатқанын ерте байқаған. Қорған қабырғасының жалпы ұзындығы шамамен 14 шақырым. Пішіні 4 бұрышқа ұқсайды. Шығыстан батысқа қарай шамамен 4 шақырым, ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 3 шақырым. Қорған бойында барлығы 98 бақылау мұнарасы орналасқан. Ең қызығы, олардың ара қашықтығы шамамен 120 метр. Неге дәл 120 метр? Өйткені садақты тура ату қашықтығы шамамен 60 метр болған. Сарбаздар екі мұнарадан бір уақытта оқ атқанда арадағы кеңістікті толық қамти алған. Енді мынадай бір қызық инженерлік әдіске назар аударыңыз. Қорған үсті мүлде тегіс емес, аздап ішке қарай еңіс жасалған. Жаңбыр суы қала ішіне ағып, тұрғындар арықтарды өз қажетіне жаратқан.
Бұл шешім суды тиімді жаратуға да, қорғанның ұзақ сақталуына да көмектескен. Осы жерден көне Сиань мен қазіргі Сианьның айырмашылығын анық көруге болады. Қорғанның ішінде биік ғимараттар жоқ, өйткені бұл қаланың тарихи бөлігі, ал сыртында қазіргі заманға сай зәулім үйлер бой көтерген. Алыстан көрініп тұрған ғимарат Қоңырау мұнарасы. Ол да Мин әулеті кезінде салынып, ежелгі Сианьның орталығы саналған. Қоңырау мұнарасы, Дабыл мұнарасы және қала қабырғасы бір тұтас қорғаныс жүйесінің қызметін атқарған. Таңертең қоңырау соғылғанда қақпалар ашылып, көпір түсіріліп, қала тіршілігі басталған. Ал кешке дабыл қағылған соң, көпір қайта көтеріліп, қақпалар жабылған. Осылайша қала түнгі қорғаныс режиміне көшкен. Анау Қоңырау мұнарасы. Біз тұрған жер оңтүстік қақпасы. Ал төмендегі көше оңтүстік көше. Дәл осындай шығыс, батыс және солтүстік көшелер өз қақпаларынан басталып, барлығы Қоңырау мұнарасында түйіседі. Яғни 6 ғасыр бұрынғы Сиань қаласының жобасы 4 көшемен осы қорғанның айналасын қамтыған. Қызығы әлі күнге дейін осы қорғанның іші Сианьның тарихи өзегі әрі бірінші айналма жолы болып есептеледі. Ал оның сыртында екінші, үшінші айналма жолдар мен қазіргі заманғы қала өмірі жалғасып жатыр. Сианьдағы тағы бір ерекше орын мұсылман ауданы. Бұл ауданның тарихы 1000 жылдан асады. Ұлы жібек жолы арқылы Сианьға араб, парсы және орталық Азиядан келген мұсылман саудагерлер осында қоныстанып, үлкен қауымдастық құрған. Кейін олардың ұрпақтары Қытайдағы Хубэй халқының бір бөлігіне айналды. Қазір бұл аудан Сианьдағы Қарбаластағы толы әрі ерекше атмосферасы бар орындарының бірі. Мұнда бір жағынан дәстүрлі Қытай сәулеті сақталса, екінші жағынан ислам мәдениеті ықпалы да айқын сезіледі. Көшелерде арабша жазуларды, мұсылман мейрамханаларын, наубайханалар мен шайханаларды жиі байқауға болады. Бұл аудан әсіресе көше тағамдарымен танымал. Сондықтан кеш түсе салысымен көше толықтай ашық аспан астындағы асханаға айналады. Бірақ бүгін жаңбыр. Қазір мен Сиань қаласында орналасқан мұсылман ауданына келдім. Енді бұл жерде нені табуға болады? Бұл жерде базарлар бар, одан кейін көше тағамдары көп екен. Бірақ көп жерде енді халал, өйткені бұл мұсылман ауданы. Бұл жаққа мұсылмандар қайдан келді деген сұрақ туындауы мүмкін. Кезінде бағана айтып кеттім ғой мен, ұлы жібек жолы кезінде көптеген саудагерлер, арабтар келген, парсылар келген, орталық Азиядан біздің ата-бабаларымыз келген. Сөйтіп осы жақта қалып қалған. Қалып, бұл жердегі, мысалға, осы жақта қалып, үйленіп, ұрпағын қалдырып, сөйтіп сіңісіп кетіп, бір үлкен мұсылман қауымын қалыптастырды. Енді бұл жерде көп нәрсені тапса болады екен. Мұсылман ауданының орталығында Қытайдағы ең көне мешіттердің бірі Сианьның ұлы мешіті орналасқан. Қазір осы ауданда орналасқан мешітке келдім. Енді бір қарасаң мешітке ұқсамайды, тіпті ұқсамайды. Бір қарасаң Қытайдың сарайы немесе ғибадатханасы деп ойлап қаласың, бірақ та осы ауданның бұл көне мешіті. Қазір барып, ішіне кіріп, мешітті көрейік. Қандай екен мешіттері? Сианьның ұлы мешіті. Ол Қытайдағы ең көне, сыны да, сыры да бұзылмаған мешіттердің бірі. Тарихи деректерге сүйенсек, мешіттің негізі 742 жылы Таң әулеті тұсында қаланған. Ал бүгін біз көріп тұрған ғимараттардың басым бөлігі Мин және Цин әулеттері дәуірінде қайта салынып, кеңейтілген екен. Бұл мешіттің ең таңғаларлық тұсы, сырттан қарағанда оның мешіт екенін бірден аңғару қиын. Бір қарасаң мешітке ұқсамайды, кетіп баратсаң, мысалға, бір Қытай мәдениетінің бір ғибадатханасы деп ойлап қалуы мүмкінсің, бірақ та бұл мешіт екен. Біраз жерлерде арабша жазулармен жазылған. Өйткені ол таяу шығыстағы мешіттер сияқты күмбездер мен биік мұнараларсыз дәстүрлі Қытай сәулет үлгісімен салынған. Қызыл ағаш бағандар, иілген шатырлар, тыныш бақтар мен қақпалар бәрі Қытай ғибадатханасын еске салады. Бірақ ішке кіргенде арабша жазулар, құбыла бағыты мен намаз залын көресіз де, бұл ислам сәулетінің бір бөлігі екенін байқайсыз. Бүгінде мешіттің аумағы 12 000 шаршы метрден асады. Ол бірінен соң бірі орналасқан үлкен 4 ауладан тұрады. Ең соңында орналасқан намаз залының бағыты
Меккеге, яғни батысқа қарастырылып салынған. Ең қызығы, бұл жер құр тарихи ескерткіш қана емес. Мұнда бүгінге дейін Сияндағы Хуэй мұсылмандар намаз оқиды. Яғни 1000 жылдан астам уақыт өтсе де, мешіт өзінің бастапқы қызметін әлі күнге дейін атқарып тұр. Енді шыны керек мешітке құсамайды екен. Бірақ ше әдемі, өте көне жер. Ағаштардың иісі бәрі кәдімгідей сезіліп тұр. Достар, осымен Сиян қаласындағы 48 сағатқа созылған саяхатымыз аяқталды. Осынша қысқа уақыт ішінде біз Қытайдың мыңдаған жылдық тарихына үңіліп, терракотта әскерін, көне қала қорғанын, Хуашань тауын, ұлы мешіт пен мұсылман ауданын аралап шықтық. Бұл қала Қытайдың өткенін бүгінге дейін сақтап қалған ерекше мекен екеніне тағы бір мәрте көз жеткіздік. Шығарылым ұнаса, арнаға жазылып, бейнеге лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сиян қаласынан қандай әсер алғандарыңызды, немесе келесі жолы қай елден шығарылым күтетіндеріңізді жазып, пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі шығарылымда жүздескенше, сау болыңыздар.